Ұстаз, сиқыр және дуа деген нәрсе бар ма? Және одан қалай сақтана аламыз? Сиқыр, дуа шариғатымызда бар нәрсе. Ол жайында Құран Кәрімде Бақара сүресінде баяндалған. Енді оның адам баласы өзінің бойында сиқыр немесе дуа бар екенін қалай анықтай алады? Оның бірнеше жолдары бар. Ерлі-зайыптар үнемі үйінде ұрса беріп, сыртқа шыққан уақытында екеуі тату-тәтті болатын болса, және де кісі өзінің бір бөлмесінде үнемі ұйқысыздық болып, мазасыздық болып, басқа бөлмелерінде жаны тыныштық табатын болса, және де бір кісі ұйықтап жатқан уақытында үнемі жаман түстер көретін болса, онда осындай дуа оқитын, сиқыр оқитын кісілерге, мамандарға қарап көрінуге әдем бірде-бір себеп болып табылады. Бойында үнемі мазасыздық, ұйқысыздық және де бір ішкі құрылыстардың аурулары, бас аурулары болатын болса, бірінші медициналық жолмен емделіп қарау керек. Екінші кезекте осында сиқыр, дуа деген нәрсенің себептерін іздеп қарау керек. Бұның сақтану жолдарына келетін болсақ, кісі істеп жатқан күнәлар болатын болса, оны тастау керек. Себебі күнә шайтанға, сиқырға немесе дуаға ашатын бірден-бір есік болып табылады. Екінші, кісі өзі Бақара сүресін көптеп оқу керек. Рухи аяттары бар, сиқыр немесе дуадан сақтанатын рухи аяттары бар, және пайғамбарымыз үйреткен зікірлері бар. Соларды оқып, жаңағы дуа немесе сиқырдан адам баласы сақтана алады, құрметті ағайын.